армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті қауым. 2018 жылы тұңғыш президентіміздің тапсырмасы негізінде және рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Бозоқ қалашығының негізінде Бозоқ тарихи мәдени музей қоры құрылған болатын. Музей қорықты құрудағы басты мақсат Астананың, яғни Нұрсұлтан шаһарының түпкі атасы болып саналатын Бозоқ қалашығын дамыту, жандандыру, оның жанынан аспан асты ұлттық саябағын құру. Яғни ұлттық саябақ құру кезде құру дегеніміз бұл, яғни Қазақстан тарихындағы гениалит кезеңінен кейінгі орта ғасырға аралығын қамтитын Қазақстандағы барлық мәдениеттердің тұрғын үй құрылысын, олардың қалай өмір сүргенін, салт дәстүрінің этнографиясын қалпына келтіру, яғни реставрация жасау, оны жанды музей ретінде көрсету және осы арқылы туристерді тарту және де осы арқылы басқа ескерткіштерге, көрнекі ескерткіштерге сілтеме беру болып табылады. Негізі осы мақсаты осы. Енді тақырыбымызға тоқталатын болсақ, қазіргі тақырыбымыз Шереграбад мәдениеті негізіндегі музификациялау мәселесі, ерте темір дәуіріндегі Арал маңы және Сырдария өңірі. Осы негізде біз қазіргі өздеріңіз сұхбатын күтіп отырған тарих ғылымдарының кандидаты, Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының аға ғылыми қызметкері Өтеубаев Жанболат Райымқұлына сөз кезегін бергіміз келеді. Жанболат мырза, сөз кезегі өзіңізде. Жалпы Шереграбад мәдениеті және сол туралы тоқталып өтсеңіз. Саламатсыздар ма тыңдарман қауым. Сөз бергеніңізге үлкен рахмет. Мынау бастап жатқан жоспарларыңыз өте орынды деп ойлаймын. Жоспарларыңыз іске аса берсін. Ал енді Шереграбад мәдениетіне тоқталсам, өз сыр өңірі тарихы тұнтырған құтты өлке десем артық кеткенім емес. Анау тас ғасырынан қазақ хандығына дейінгі ескерткіштер қазіргі күнге дейін жақсы сақталған. Соның ішінде сақтардың тікелей ұрпағы болып келетін Шереграбад мәдениеті қалыптасқан. Шереграбад мәдениеті біздің заманымызға дейінгі 1000 жылдың екінші жартысында, нақты айтсақ, біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасыр және 2-ші ғасырларда өмір сүрген. Тағы бір айта кететін жайт, Сырдариядан бірнеше арналар бөлініп шыққан. Олар Іңкәрдария, Жаңадария, Ескідария және Қуандария. Жаңа жоғарыда аталған Шереграбад мәдениетінің ескерткіштері осы ең көне болып аталатын Іңкәрдария және Жаңадария бойында бой көтерген, өмір сүрген. Осы тұста, осы Шереграбад мәдениетінің тұсында алғашқы қалаларымыз бой көтерген. Сонымен қатар бекіністі қамалдар және архитектурасы дамыған кесенелер мен храмдарда салынған. Шереграбад мәдениетінің ескерткіштерін кеңес заманында 1949-60 жылдар аралығында Хорезм археология экспедициясы зерттеп ашқан болатын. Кейін мәдени мұра бағдарламасы аясында 2004 жылдардан бері археология институтының қызметкері Жолдасбек Құлмақұловтың жетекшілігімен зерттеліп келе жатыр. Ескерткіштер ішіндегі ең ірілері Шереграбад және Бәбіш Молла қалашықтарын айтуға болады. Және 5-ке жуық бекіністі қамалдар салынған. Олар осы Шереграбад және Бәбіш Молла қалаларының солтүстік және солтүстік батысында орналасқан. Соған қарағанда жау осы беттен келген болуы мүмкін. Және тағы айта кететін жайт, енді қысқаша жаңағы үлкен 2 қалаға тоқталып кетейін. Алғашқы қаламыз Шереграбад қалашығы. Шереграбад қалашығы Жаңадарияның оң жағалауында биік төбенің үстінде салынған. Қазіргі таңда қабырғаларының биіктігі 3 метрге дейін сақталған, айналдыра 3 қатардан биік дуалдармен қоршалған. Қабырғалардың бойында
мұнаралар сақталған, және сонымен бірге оқ ататын ойықтарға дейін сақталған. Қалаға кіретін үш жерден қақпа салынған, қақпалары лабиринт типтес болып келеді. Және сол оңтүстік шығысында үлкен цитадель бар. Цитадельдің бойында да осы мұнаралар сақталған. Сонымен қатар осы Шіркіроватқа қарсы бетінде, осы Жаңадарияның сол жағалауында тағы бір осы Шіркіроватты қорғап тұратын бір үлкен бекіністі қамал салынған. Қаланы кеңес заманында Шіркіроват қаласын Хорезм экспедициясы сақтардың астанасы деп кеткен болатын. Бірақ кейінгі зерттеулер барысында қала ішінде қандай да бір құрылыс болсын, үйлердің орны сақталмаған емес, табылмады. Тұрмыс тіршілік болмаған үйлердің орны. Сол соңғы зерттеулер бойынша қала астана емес, жергілікті халықтардың көсемдерін және абыздарды, жауынгерлерді жерлеген пантеон болған. Жерлеу орталығы және пантеон болған. Оған негіз қала ішінде 6 патша обалары орналасқан. Сонымен қатар бірнеше бөлмеден тұратын кесенелер. Кесенелер сол Хорезм экспедициясының кезінде крестовина деп атап кеткен. Ол кесенелер бой көтерген және лақатты жерлеулер орналасқан. Сонымен қатар 2013 жылдары 2 бөлмеден тұратын храм ашылған болатын. Храм ішінен кісі бойындай гипстен істелген адамның мүсіні табылды. Соған қарағанда жергілікті халық мүсінге сыйынған болуы мүмкін. Тағы бір айта кететін жайт, салт жораларын өткізетін үлкен бөлмесі бар, кесене тұрғызылған. Ғимарат ішінен кісіні жерлемеген, тек мәйіттерді жуындырып бальзамдауға арналған. Оған негіз бөлменің ортасынан су ағатын арықшалар мен шұңқырлардың болуы және көптеген ыдыстардың шашылып жатуы себеп. Және тағы бір айта кететін, ішінен осы ғимарат ішінен бальзам құйылған 2 алебастрдан істелген ыдыс табылып отыр. Ыдыстардың сыртында грек әрпінен жазылған жазуы бар. Зерттеуге беру кезінде кейбір ғалымдардың пікірінше жазу бальзам жасаған өсімдіктің атауы делінген. Ондай өсімдік тек осы Африка құрлығында өседі екен. Сонымен жергілікті халық кісіні жай ғана жерлемей, салт жораларын қоса жүргізіп отырғандығын байқаймыз. Ал қоршап жатқан осы биік дуалдар мазарларды жау тимейтіндей етіп әскермен қоршап тұрған. Осының бәрі енді соңғы зерттеулердің барысында белгілі отыр. Әрине. Ал енді Бәбіш Молаға келетін болсақ, Бәбіш Мола қалашығы әкімшілік орталық болған, яғни Шіркіроват мәдениетін құрған тайпалардың астанасы болған қала деп айтуға болады. Қала Шахристаннан және цитадельден тұрады. Дәл жанында 4 бөлмеден тұратын кесене салынған. Қазіргі таңда сақталған биіктігі 7 метрден асады. Қала сыртында биік дуалмен қоршалған қала сырты. Қаланың фортификасы өте жақсы дамыған. Цитадельге кіреберіс қақпасы 2 қабат мұнарамен бекітілген. Донжон дейді, орталық Азияда. Донжонмен бекітілген. Қабырғаларында мұнаралар сақталған және оқ ататын ойықтары да бар. Ал цитадельдің ішінде үлкен үй салынған. Оның 4 бұрышы мұнаралармен бекітілген, ауызы оңтүстікке қараған. Оның ішінде бірнеше бөлмеден құралады. Қазіргі таңда қазба жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қала маңында бірнеше жекелеген ауылдар тіршілік еткен. Бұл ауылдар Жаңадария арнасынан тартылған кішігірім арналар мен каналдарды жағалай орналасқан. Жергілікті халық негізінен отырықшы, егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысқан. Соның ішінде Бәбіш Мола маңындағы егістік алқаптар қазіргі күнге дейін жақсы сақталған.
Сонымен қатар егін шаруашылықтары Бұланды, Іңкәрқала, Сеңгірқала сияқты қалашықтар маңында жақсы дамыған. Бұл жаңа аталған ескерткіштердің барлығы осы шіркіябад мәдениетіне тән ескерткіштер. Егістік алқаптарда тартылған суландыру жүйесі өте тәртіппен орналасқан. Олар осы суды Жаңадария арнасынан бөлек кішігірім арналар тартылған каналдардан алған. Олардың қашықтары қазіргі күнге 15-20 километрге дейін созылып жатыр. Осы арналардан егістік алқаптарға каналдар мен арықтар арқылы жүргізіп отырған. Егіншілікпен қатар мал шаруашылығы да қатар жүрген. Оған дәлел қазба барыстарында үй малдарын ұстағандығын белгілі болып отыр. Оның ішінде ұсақ малдарды және ірі қара малдарды пайдаланған. Егістік алқаптарға осы малдарды, үй жануарларын түсірмеу үшін мал шаруашылығын маусымдық жайылымға шығарып отырған. Сонымен қатар қолөнер шаруашылығы да жақсы дамыған. Оған дәлел 2015 жылы зерттеу кезінде осы арналардың бойын барлау барысында үлкен қыш күйдіретін өндірістік ауыл ашылды, елді мекен ашылды. Осы елді мекен Бәбіш Мола қалашығынан 5 километр оңтүстік шығыста орналасқан. Зерттеу барысында 11 пеш анықталып отыр. Қазіргі таңда оның 6-ауы ашылып зерттелді. Және сонымен қатар осы пештердің айналасында шеберханалар салынған. Шеберханалармен қатар үйдің де орындары орналасқан. Пештерге келетін болсақ, пештер екі түрге бөлінеді. Төрт бұрышты және дөңгелек пештер. Қазір таңда олардың сақталған биіктіктері 1 метрден асады. Пештердің ауыздары төрт бұрышты және дөңгелек келген. Жан-жағында ыстық ауа кіретін ойықтары бар. Кейбірінде 12 тесікке дейін сақталған. Осы пештер саздан тұрғызылған. Төбесі қазіргі таңда ашық, оның ашық және жабық болғаны енді сақталмағандықтан белгісіз де болып отыр. Енді келешекте оның бәрі анықталады деген ойдамыз. Осыған ұқсас елді мекендер Бұланды және Іңкәрқала, Сеңгірқала сияқты қалашықтардың маңында көп кездеседі. Осыған ұқсас және тағы да бір айта кететін пеш осы Бұланды үй жайында да табылған болатын. 2010 жылдар табылған болатын. Ал енді жерлеу дәстүріне келетін болсақ, қайтыс болған кісілерді топырақ үйіндісінен тұратын обаларға және бірнеше бөлмеден тұратын кесенелерге және лақат түріндегі қарапайым шұңқырларға жерлеген. Кейбір жерлеулерден сүйекті өртеп қою дәстүрлері де бірге жүрген. Яғни кесенелердің кейбір бөлмелерінде мәйітті өртесе, кейбіріне кісіні ағаш зембілге, носилка дейді, сол ағаш зембілге қойып жатқызған. Кесенелердің түріне келетін болсақ, үсті жабық болмаған олардан. Тек Бұланды кесенесінен басқасының барлығы ашық түрде кездеседі. Кейбір әдебиеттерде көрсеткенде сенім бойынша адамның жаны ұшып кетсе, кейін осы мәйіттің етін құстар аспанға алып кетеді делінген сенім пайда болған. Ал енді архитектурасына келетін болсақ, архитектуралық құрылысы жағынан екіге бөлінеді, яғни төрт бұрышты және шеңберлі пішінді қылып салынған. Алғашқы аркамен және күмбездер көмкеруі осы кезеңде пайда бола бастаған. Соның бірі, жоғарыда айтып кеттім, Бұландының күмбезді кесенесі. Сыртқы пішіні шеңберлі келген, ішінде орталық бөлме салынған, және оны айналдыра тағы 6 бөлме тұрғызылған. Барлық бөлменің төбесі жабық, күмбездеп жабылған, ал бір-біріне қатынайтын есіктері аркамен көмкерілген. Сонымен Бұландының кесенесі жергілікті халықтардың діни ғибадатханасы
десек артық кеткеніміз емес. Ол кейінгі зерттеулер барысында белгілі болып отыр. Негізі сол храм болған деген пікір бар. Жоғарыда аталған арка мен көмкеру архитектурасы Бәбіш Мола қаласының кірер қақпасындағы ғимарат пен кесенесінде де кездеседі. Бәбіш Мола кесенесінің сыртқы көрінісі шаршы пішінді қылып салынған, қазіргі сақталған биіктігі 7 метрден ауса да, кіретін ауызы және бөлмеден бөлмеге қатынайтын есіктері арка қылып көмкерілген. Сонымен архитектуралық салыну құрылыстардың жақсы дамығандығын көреміз. Қазіргі таңда кейбір кесенелердің сыртқы пішіні мен ішкі құрылыстар жағынан анау соңғы қола дәуіріне жататын солтүстік кент кесенелеріне ұқсас келетіндігін көреміз. Әрине бұл жерде сыртқы көрші елдердің, атап айтсақ, Орта Азияның оңтүстігінде отырушы елдердің әсері де болуы өте ықтимал. Сонымен қатар сәулетші мамандардың бір-біріне барып алмасуында болуы керек. Алмасуда болуы мүмкін. Олай дейтін себебіміз Шірік-Рабат ескерткіштері көне жібек жолы бойында орналасқан. Оңтүстігінде отырықшы Хорезм, одан әрі Соғды Бактырия мемлекеттері болса, ал солтүстігінде Орал маңындағы көшпелі сарматтардың байланысқан жол торабында орналасқан. Оған дәлел ретінде кейінгі жылдарда табылған бұйымдары және басқа зарларды айта аламыз. Қысқаша осы айта берсек әрине. Керамикаларына тоқталатын болсам, табылған керамикалар өте сапалы салынған, сапалы істелінген. Көбінесе осы гончарный дейді, шарықта істелген керамикалар табылып отыр. Арасында әрине жапсырмалы әдіспен істелген керамикалар да кездеседі. Сонымен қатар импорттық керамикаларымыз да бар, импорттық ыдыстарымыз да бар. Оның ішінде эллинизм дәуіріне жататын керамикаларымыз табылды. 2018 жыл табылған болды. Чаша дейді, миски, чаша дейді, табақша келген, табақша дейді. Сондай ыдыстарымыз табылып отыр. Сонымен қатар жаңағы жоғарыда атап кеткен алебастр істелген ыдысымызды айтуға болады. Өте сапалы істелінген. Іші кәдімгідей бұрғыланған, іші бұрғыланған, сырты жаңағы жазу жазылған грек алфавитімен Акказий деп жазылған. Енді жаңағы айтып отырмын, ғалымдар айтып кеткендей зерттеу барысында сол бальзам жасаған өсімдіктің атауы деп. Сонымен қатар 2005 жыл тағы бір жерлеуден ыдыс табылған болатын, жазуы бар сыртында. Ол енді бір зерттеу бойынша мамандардың Құдайдың атына жазылған. Сондай импорттық заттарымыз бар. Соның ішінде моншақтарымызды айта кетуге болады. Теңіз жағалауында, мұхит жағалауында табылатын, кездесетін тастардан жасалған моншақтарымыз көптеп табылуда. Және сонымен қатар жаңағы қола бұйымдарымыз да көп кездеседі. Оның ішінде жаңағы алтын заттарымыз да бар. Соның ішінде бір жақсы сақталғандары темірден істелген жебелер. Жебелердің өзі үшке бөлінеді десем болады, айтсам болады. Оның жаңағы үш қырлы, үш жапырақты дейді. Сонымен қатар вильчаты дейді. Аша тәріздес жебенің ұшы табылды. Сонымен қатар қазақтарда бар ма? Қозы жауырынды жебе ұшы бар. Бұндай жебелеріміз табылды. Сонымен қатар қоладан жасалған жебелеріміз де көптеп кездеседі. Сонымен қатар жаңа жерлеулерден адамның киімдеріне, кісінің киімдеріне тігілген әшекей алтыннан жасалған бұйымдар өте көптеп табылды. Қысқаша осы, сұрақтарыңыз болса, тыңдап отырмын. Рахмет Жанболат Райымқұлы.
өте мағлұматты, өте тұжырымды және көптеген бай мәліметтерге қанықтық. Жалпы тағы бір қысқаша қоса кетсем, жаңа өзіңіз айтып отқан құрметті көрермендер, Жанболат Сарайымқұл айтып отырған осы Бәбіш Мола қаласы және Баланды 2 ғибадатханасы, немесе храмы негізінде біз осы үлкен осы кешендердің реконструкциясын аспан асты музейі негізінде жасауды қолға алып жатырмыз. Яғни ол тікелей осы Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары, осы Жанболат ағамыз және Жолдасбек Құрманқұлов ағаларымыздың және басқа да ағалардың әртүрлі жобаларда өзінің кеңесін беруде біз алғысымызды білдіреміз, өте үлкен. Енді келесі бір сұрақ қойғым келеді. Бұл біздің тақырып музейфикациялау мәселесі болған, яғни қалпына келтіру ескерткішті. Осы Бәбіш Мола қаласы Баланды 2 храмын қалпына келтіру мәселесі бойынша қандай пікірлеріңіз бар? Қандай ерекшеліктер, қалай қалпына келтірсек біз дұрыс бағыт аламыз? Сондай кеңесіңізді осы бойынша айтып отырсаңыз. Әрине, бұл енді жаңағы айтып отырған жоспарларыңыз әрине оқып қой. Әрине, тағы айта кететін жайт, ескерткіштерді енді сіздер қалпына келтірсеңіздер, тақырыптан дейді ғой, ауытқымау керек. Енді бірдей қылып салу әрине мүмкін емес шығар, бірақ тақырыптан кетпеуге тырысу керек. Жаңағы чертеждары бар, сызба суреттер дейді ғой, жаңағы суреттер бар, соған қарап отырып архитекторлар жұмыс жасаса екен деп ойлаймын. Өйткені олай дейтін себебім, сіздер саласыздар, ертең оны басқа бір сырттан келген ғалымдар оны көреді, турист ретінде, сосын айтады, мынаны өзгешелеу болып кетсе, сырт көз дейді ғой, қанша дегенмен. Ертең айтады, мына ғалымдар қайда қарап отыр, соны зерттеп отқан ғалымдар, өйткені бұл енді жарияланып қойған ескерткіштер ғой. Сондықтан оны барлық ғалымдар біледі, қандай ескерткіш екен. Сондықтан тақырыптан ауытқымау мүмкіндігі жасасаңыздар деп ойлаймын. Біз әрине көмегімізді аямаймыз. Биыл енді бұйыртса экспедициямыз бар, зерттеу жұмыстарымыз бар. Соған келіп қатыссаңыздар деймін. Алдында да айтқам, қатысыңыздар, көрсетеміз, архитектор келсе тіпті жақсы, көрсетіп, көзбен көргенге не жетсін. Көзбен көріп, оны ұстап дегендей, сосын түсінбеген жерлерін түсіндіреміз. Сондықтан бірігіп жұмыс жасағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Тақырыптан ауытпауға тырысайық. Екінші тағы айтатын, енді ескерткіш жаңа қысқаша сипаттап кеттім ғой. Кесене, жаңа Бұландының кесенесі өте жақсы архитектуралық құрылыспен, математикалық дейме, өте сызбасы, енді архитектуралық құрылысы өте ерекшелігі ұқыпты салынған. Өте ұқыпты салынған, төбесінің енді ондай биік жабылмаған күмбезі. Қазіргі мынау кейінгі жылдардағы архитектуралық құрылыс ескерткіштерге өте келмейді. Олар енді шамалы биіктеу, дөңестеу дейді ғой. Сондай емес, бұл кәдімгі жайпақ ретінде өте қарапайым салынған. Тағы бір айта кеткенде, осы күмбезіндегі кірпіштерде біз байқадық, таңбалар бар. Кәдімгі таңбалар салынған. Оны да келтірсе деп ойлаймын. Өйткені таңба ол қанша зерттейтін ғалымдарға өте керек нәрсе. Ертең оның ішіндегі аралап жүрген адам да көреді оны. Оны сіздер ойлап қойған жоқсыздар, оны неде бар, барлық жерде описание, жаңағы анықтамалы сипаттамаларында бар нәрсе. Сондықтан қорықпай, оны да таңбасын да салуға болады сол күмбезіндегі кірпіштерден. Бәбіш Моланың кесенесіне тоқталатын болсақ, ол өте өзгешелеу әрине, шаршы пішінде, төрт бұрышты емес, шаршы кәдімгідей. Астыңғы фундаменті дейді, цоколь дейді ғой, цоколі 2 метрге таяу биіктігі, биік қылған. Мен оны қалай енді су тимесін деген болуы мүмкін, енді ол енді егіншілік болғаннан кейін қасында арна өтеді, қаншама каналдар бар дегендей, сондықтан биік қылған. Төбесі бірақ жабық емес, оны да қарау керек. Сондай көмегіміз әрине аямаймыз.
бірлесіп жұмыс істейік, біз көрсетеміз. Іске сәт деп айтамын тағы да. Осы. Рахмет Жанболат аға. Өте қанықтық сұрағанға. Әрине міндетті түрде осы біздің архитекторлар қазір ескизін, ескизін сызу үстінде. Осы орайда міндетті түрде сіздермен байланысамыз, және қазірдің өзінде байланысып біраз материалдар алған болатынбыз, оған рахмет. Енді жаңа бір айтып кеттіңіз, қазба жұмыстары тағы жалғасады деп. Алдағы осы жоспарларыңыз бар, осы Бәбішмұла қаласы бойынша қазба жұмыстар жүргізесіздер ме? Одан ары қарай қандай жағы жоспарларыңыз бар? Болашақта қандай мақсаттарыңыз бар? Сол туралы қысқаша тоқталып өтсеңіз. Әрине, қазба жұмыстары жалғасады, зерттеу жұмыстары бұдан тоқтап қалмайды. Өйткені өз ғылымның өз шегі жоқ қой. Зерттей берсек, өз жыл сайын барған сайын тоқтадым, мына жері бітті деген нәрсе аяқ қалған кезде қайтадан білмейтін нәрселер көп шыға бастайды. Оны зерттей берсек, әрине шыға береді. Жасамыз, толық нақты несіне енді қорытындысына дегендей. Болашақта биыл енді жоспарымыз бар. Бәбішмұланың кешенді зерттеу жоспарымыз бар. Бәбішмұла қалашығының ішіндегі цитадель ішіндегі үлкен үйді қазбақшымыз. Ол 2018-де басталған болатын. Соны жалғастырамыз. Толық осы үлкен үйді ашу үстіндеміз. Ашу ойымыз да бар. Сонымен қатар Хорезм экспедициясында қазып кеткен жерлері бар. Соның бәрін толықтырып қоспақшымыз. Сонымен қатар оның төбесіне жабу, сақтап қалуды мәселесі биыл жұмыстар жүргізілмекші. Сақтап қалу. Және тағы қоса кететін алдағы уақытта құлап қалған ескерткіштеріміз бар. Қасында жаңағы кесенемізді айттық қой, жаңа Бәбішмұла кесенесінде қабырғаларын тұрғызу болашақта бар. Құлап қалған жерлерін тұрғызып, онда төбесі де жауын шашыннан, қардан сақтап қалу үшін желден төбесінде жаппақшымыз. Бұндай сақтап қалу жұмыстарды бірге биыл бастап жүргізбекшіміз. Жоспарымыз сол. Сонымен қатар Бәбішмұла жаңа 7 елді мекен көзешілер ауылында қазба жұмыстары жалғасады. Ондағы ашылған пештердің де сақтап қалу жұмыстары биыл жүргізіледі. Оның бәрі әрине осы Қызылорда облысы әкімшілігімен де жұмыс жасамақшымыз. Сол кісілердің де жұмыстары бар дегендей, сақтап қалу жұмыстарын жалғастырамыз. Алдағы уақытта жұмыстарымыз Шеркраватта да жүргізіледі. Осындай жұмыстарымыз бар, жалғастырамыз. Рахмет үлкен Жанболат аға, Жанболат мырза. Бұйыртса осы жазда аманшылық болса, мына аман-есен барлығынан еліміз аман болса, жұмыстан шықсақ, бұйыртса міндетті түрде жұмыс жалғастыру барысында сіздерге қазба жұмысының барысына барып толық танысатын боламыз, міндетті түрде. Өйткені қазіргі таңда біз сіздерден алған және басқа да жаңағы Ресей мұрағаттарынан алған кішігірім материалдар бар. Соның негізінде қарап отырсақ, Шүржік Жабат қаласының ішіндегі үлкен үй дедік қой. Соның жаңа өзіңіз айтып отырған бір кішкене бөлігінің сызбасын әлі нақтылай алмай жатыр. Осыған жаңа қазба жұмыстарының барысы осыған үлкен негіз болады деп отырмыз. Үлкен үміт күтеміз. Және де жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Бәбішмұла 7 шеберлер ауылы болған, яғни қаласы. Содан бір үлкен пеш табылғанын білеміз. Яғни көже күйдіретін пеш деп естідік. Оны да өздеріңіздің қолдауларыңызбен біз осы пешті қазіргі таңда осы бізде бір
қыш өндірісі музейі және соның негізінде үлкен шеберханалар ауылы мастер класстар өткізетін әртүрлі кешен қалыптастырып жатырмыз. Яғни онда сызба нелері бар, осы Бәлшұқмала жеті қаласының негізінде. Енді осы үлкен пеш соның ерекшелігі және сол кездегі жаңағы соның ерекшелігі туралы аталып кетсеңіз, жаңағы екіншіден жаңағы Шірік-Рабат мәдениеті кезіндегі қоныстардың ерекшелігі, қоныстардың көлемі, бөлме саны дегенде немесе бұл да орынды сұрақ. Пештерге тоқталатын болсақ, пештеріміз жоғарыда айтып кеттім ғой, жаңа екі түрі бар. Төртбұрышты және шеңберлі пештер деп. Төртбұрыштыларымыз жаңағы ауызы кәдімгі дөңгелек болып келген, жаңағы ыстық ауа жіберетін ойықтар бар. Диаметрлері 12 сантиметр. Тек төбесінде ғана емес, жан жағында қабырғаларында да жақсы сақталған. Яғни салынған. Шеңберлі пештеріміз де жақсы сақталған. Оны көрсету әрине екі түрінде көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Енді әр кезеңге бөліп сіздер пештерді салсаңыздар, сол әр кезеңнің ішіне осы Шірік-Рабат мәдениетінің пештері деп екі түрін қойған дұрыс деп ойлаймын. Шеңберлі, жаңағы төртбұрышты пеш деп. Қоныстарға келетін болсақ, қоныстарымыздың көбісі осы арналардың бойында орналасқан. Су қайда бар, сол кезде осы 4-5 үйден орналасқан қоныстар. Жаңағы егістік алқаптардың бойы ғой, арналар сол егістік алқаптарға тартылған. Соның бойында жаңағы 4-5 үйден орналасқан үйлер. Бұлар енді жертөлемес, кәдімгі төменгі жағы сас балшықтан салынған, жоғарғы жағы ағаш каркас дейді, ағаш өрнектермен көтерілген жоғарғы жағы. Төменгі жағы кәдімгі саз балшықтардан, блоктардан қойылған. Бұлардың бір үйде 2-3 бөлмеден болады. 2-3 бөлмеден тұрады. Даже кейбіреулерінде кездеседі, үлкен алаңы да бар. Алаң болғанда енді зал деймі, қалай айтсам болады. Сондайлары да бар үлкен. Сосын әр бөлмеде 2-3 шұңқырлар бар. Шұңқыр кездеседі. Енді оған көбісі кейбір сол шұңқырлардың бірінен сол бұландыдан табылып отыр. Дәнді дақылдар табылған болатын. Оны зерттеу барысында белгілі болды, тары екендігі. Тары жаңағы дәнді дақылдарын осы шұңқырларға сақтаған. Кейбір шұңқырларға үлкен құм дейді, жаңағы үлкен ыдыстарын қойған. Оның астығын, суларын сақтаған. Тағы айта кететін жайт, сонымен қатар бөлмелер ішінде ошақтары бар. Кейбірлерінде бар ыдыс қойылғанда, ыдыстың үстіне жаңағы неге шоқтарды ғана қойған. Тасымал ошақ дейді оны. Тасымал ошақ. Көтеріп қыздырып алғаннан кейін басқа бөлмеге апарып қоятындар да бар. Тасымал ошақ. Қалғандар көбісі қарапайым сол ошақтар кірпіштен істелінген, айналдыра домалақ келеді. Сонымен тағы бір айта кететін, қоныстардан кейбір жаңағы бұландыдан табылды дедік, онда да бір пеш табылды. Ыдыс күйдірген пеш табылып отыр. Сосын сол бұландының қонысынан тағы бір айта кететін жайт, не табылған болатын. Мүсіншелер, саздан істелген мүсіншелерді күйдірген. Бейнелері жаңағы жатқан қойдың бейнесі, түйенің бейнесі, сосын жаңағы құстың бейнесі бар. Сондай бейнелер бар. Бұл енді неге ғұрыптық емес, ғұрыптыққа жатпайды. Тек ойынға арналған мүсіншелер. Тағы не болады? Шірік-Рабаттың да маңайында егістік алқап бар. Онда да дәл жанында 5 километр жерде Іңкәрқала деген бекіністі үйдің орны бар. Бекіністі. Қазіргі Төрткүлдерге ұқсас олар.
Оның да қақпасы бар. Содан сол іңкәр үй жайынан 2012 жылы монша табылды. Үлкен бөлменің дәл ортасында гранит тасты қойған, асты бір ыдысты сындырғанда, соның үстіне тасты қойған. Сосын сол тастың айналасында сыртқа қарай шығып кететін арықшалар қазылған. Су арықшалармен ағып кетеді ол сыртқа қарай. Сол тастың үстінде кәдімгідей жуынған. Тастың астына жаңа ыдысты қойған себебі су тез сіңіп кетеді. Арықшалар сол сулар арықшалармен кетіп отырған. Сондай ескерткіштеріміз бар. Ботаға рахмет. Жалпы сұрақтарды аяғына келіп қалды. Сұхбатымыздың сұрақтарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта болса біздің архитекторлардың командасы бар, жұмыс істеп жатқан, және оның ішінде белгілі архитекторлар да бар. Алмас Ордаб деген ағамыз бар. Және де басқа да ғалымдар бар, дизайнерлер бар, жаңа сіздер бар. Осы бәріміз жиылып, бірігіп күш болып, осы Қазақстан тарихындағы елеулі ескерткішті қалпына келтіру жұмыстарын жасаймыз. Бұйыртса, құрметті көрермендер, осымен сұхбатымызды аяқтаймыз. Жанболат Райымқұлұлы, сізге көп рахмет. Сұхбат бергеніңізге осындай кезеңдерде, міне онлайнда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай уақытта бәріміз бірге болайық. Көп рахмет сізге. Сау болыңыздар. Осымен сіздерге де көп рахмет. Жоспарларыңыз орындала берсін. Әрине бірігіп жұмыс істеген жүгі жеңілдеуші ме еді? Бірігіп жұмыс істеген сияқты бір жұмыс жасаймыз. Әрине Шіркіроватқа шамалы енді айтсам, Шіркіроват мәдениетінің ескерткіштері уникальный дейді ғой енді. Уникальный ескерткіштер. Түбі жоқ, әлі зерттейміз. Көбісі ойлайды, ой кезінде Хорезм экспедициясы зерттеп кетті ғой деп, бірақ одан зерттеп кеткеннен бөлек қызықты белгісіз ескерткіштер, белгісіз материалдар шығып жатыр. Біз Шіркіроват мәдениетінің ескерткішін ұмытпауымыз керек. Халқымызға, елімізге, басқа да сырттық туристерге де көрсеткеніміз жөн. Өйткені бұл Шіркіроват мәдениетінің ескерткіштері отырықшы мемлекетпен осына көшпенділердің дәл границасында орналасқан. Оңтүстігінде жаңа айтып отырмын, Хорезм, Соғды мемлекеттері болса, солтүстігімізде өзің білесің, Тасмоланың сақтары бар. Ана жағында батыста сарматтарымыз бар дегендей. Аралдың арғы бетінде Каспийге қарай массагеттеріміз бар. Көшпенділермен өте тығыз байланыс жасаған. Шіркіроват мәдениеті. Неге десеңіз, Шіркіроваттың жаңағы пантеон деп отырмыз ғой, Шіркіроваттан тек қана кесенелер емес, даже жаңағы топырақ үйіндісінен тұратын үлкен патша обалары да бар. Ондай патша обалар қайда? Әрине орталық Қазақстанда, шығыста көп кездеседі, сарматтарда да бар. Оның даже коридор дейтін дәлізі бар, дромысы дейді ғой. Тасмола мәдениетінде кездеседі ол. Ондай дәлізі де бар. Оның бәрі не? Оның бәрі бірге байланыс бар. Өте байланыс бар. Көбісі ойлайды, мына Шіркіроват мәдениетінің ескерткіштері мына Хорезмнің жалғасы, Хорезмнің несі деп, сол мемлекетке бағынған деген сияқты, соның ескерткіштері деп. Онда өте қателеседі, оны ойлайтын адамдар. Шіркіроват мәдениетін айтып отырмын, тайпалар, мекендеуші тайпалар. Бұл кәдімгі жергілікті сақтардың ұрпақтары. Жергілікті сақ деп отырғанымыз мына ерте көшпенділер, мына ұйғарақ оңтүстік түкіскен ескерткіштерін айтамыз, оған дәлелі ретінде. Әрине қоныстар кезінде табылды, бірақ ондай кең көлемде қазба жұмыстар жүргізген жоқ. Өйткені ол қола сақ дәуірінің нелері, ерте көшпенділердің қоныстары құмның астында қалды. Көбісі ашық қалды. Жел үрлеп тастайды да, құр беті оның
қабырғалары ештеңе сақталмайды, тек қана материалын көтерме ретінде пайда алып кетеді, алынады. Қазба салыну өте қиын, өйткені жоқ культурный слой дейді ғой, мәдени қабаты келмен ұшып кеткен, оны жоқ. Тек қана осы нелер ғана, жаңағы қорымдарын айтамыз, ерте көшпелілердің 7-6 ғасырдың кезіндегі ескерткіштер, ұйғарақ, жаңағы оңтүстікте өскендегі жатқанымыз. Сонымен қатар тура дәл сондай үлкен тағы бір қорым табылды 2014 жылы Жолдасбек Құрманқұловтың барлауы барысында. Сеңгіртам 2 деген ат қойғанбыз. Онда да 28 оба бар, 28. Оның шамалы емес, 4-5-еуі қазып зерттеп көрдік. Дәл ұйғарақтың материалдарын беріп отыр. Бұнда да көрдіңіз бе? Оны жүре берсек тек қана ұйғарақпен түгіскенге тоқтамайды. Мүмкін жаңа Сеңгіртам сияқты қақта ашылуы мүмкін. Барлау жасаған кезде болашақта оны зерттеу көре жатамыз. Енді тек қана сақтарды тоқтамайды, одан арғы жоғарыда айтып кеттім ғой, тас дәуірінен бері деп. Одан әрі солтүстік түгіскен уникальный памятник деп айтамыз. Оның мавзолейлері ондай мавзолейшіде кездеспейді. Өте сауатты салынған мавзолейлер, өте архитектурасы мықты, оның солтүстік түгіскен деген. Оның енді Хорезм экспедициясы зерттеп кеткен болады. Бұл енді өтпелі кезең. Бұл қоладан сақтар өтпелі кезеңінің ескерткіші. Итина деген. Оны Итина, Яблонский, сол кісілер зерттеп кеткен болатын ғалымдар. Бұның ескерткіш әрине архитектурасымен белгілі. Сонымен қатар бұның түгіскен дегеннің атының өзі ерекшеленіп тұр. Түйіскен дейді ғой, түгіскен, түйіскен деу. Бұл жерде тек қана жергілікті халықтың жаңа қазба барысынан керамикалар табылған жоқ. Бұл кезде анау Қарасу мәдениетінің ескерткіштің керамикалары шықты бұл жерден. Және Беғаздан Дубай мәдениетінің ескерткіштері, оңтүстікте жаңа Хорезмдегі Абриясят мәдениетінің ескерткіштері, Хорезм отырықшы ел. Олардың мәдениетінің керамикалары табылып отыр. Сол керамикалардың бәрі бір жерге түйісіп тұр ғой. Бір жерден келіп бір халық, бір жерден сол кезде бір үлкен ғұрыптық орталық болған. Сол кезде наным сенімдер бойынша енді сол бір жерге жиылып, сол рәсімдерін өткізген, өскен ескерткіш дәлелі болған. Одан кейін жаңағы сақтарды айтты, одан кейін шіркірават. Шіркірават, как раз осы шіркіраваттың өзін айтсақ болсақ, нағыз жерлеу орталығы болған. Абыздарды, жаңағы көсемдерді, жауынгерлерді жерлейтін болған. Ал енді сыртқы қабырғалар болса, бұл сыртқы қабырға осы елерге, осы обаларға, жаңағы мазарларға жау тиместей, жаңағы тонаушылар ол кезде де о заманда да болған. Ол заманда да болған. Сондықтан оған тимеу үшін енді белгілі адамдар болғаннан кейін, баяғы қуатты адамдар болғаннан кейін, соны қоршап, қорғап тұрған жауынгерлер. Шіркіраватта. Ал қабырға тағы бір екінші мәселе. Рахмет. Сырттағы жаңағы маңайдағы елді мекендері бар емес пе, енді осы егіншілікпен айналысқан ауылдар. Жау шапқан кезде осы бізге келіп, бәрі осында паналаған. Вот айта берсек қызық, Шіркірават айтып отырмын, уникальный ескерткіш, өте керемет. Мен үшін, тек қана мен үшін емес, бұл қазақ ел үшін керемет. Оны тек қана ойламау керек. Анау жаңағы көрші Өзбекстан мемлекеті жаңағы Хорезмнің жалғасы деп өте қате пікір. Сондықтан бұл өзі жергілікті еліміздің ескерткіштері. Сақтардың ұрпақтары өзіміздің сақтар.